Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін қазіргі таңда хитке айналып жатқан мойынға тағатын гүлді чокердің қарапайым жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар осындай жуан атласный лента және жіңішке атласный лента, кішкене ақ фетрдің қалдығы, тычинки және моншақтар сәндеу үшін, қайшы, зажигалка немесе свечаны жағып қойып жасасаңыздар болады. Ең алдымен жалпақ лентамызды аламыз. Осылай екіге бүктейміз. Қайшымен кішкене күлтенің жапырақшаны қиып алатын боламыз. Осындай көлемде. Міне тағы да бір рет қайталап көрсетейін. Осылай жапырақша қиып алатын боламыз. Мен алдын ала қиып дайындап қойдым. Шамамен 20 штук қиып дайындап алдым. Енді осылай свечамызды жағып қоямыз. Және жапырағымыздың жиегін айналдыра күйдіріп шығаратын боламыз. Өкінішке орай видеоға түспей қалыпты. Міне осылай айналдырып күйдіріп шығарамыз. Бұл бізге жапырақшамыздың жиегі жіптерінің шашырап кетпеуі үшін қажет. Кішкене фетрімізді аламыз. Оны дөңгелек шеңбер етіп қиып алатын боламыз. Бұл бізге гүліміздің астыңғы жағына пайдаланамыз. Осылай шеңбер қиып алдық. Енді кішкене бүлдіріш қиып дайындап қоятын боламыз. Міне дөңгелегімізді қоямыз. Ыстық клейдің көмегімен шетінен бастап күлтелерімізді, жапырақшаларымызды орналастырып шығатын боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, кішкене күлтемізді бір-бірінің үстіне мінгестіріп орналастырсаңыздар әдемі көрінеді. Осылай барлығын бір-бірінің үстіне орналастырып шығарамыз. Міне біздің гүліміз дайын болды. Енді кішкене тычинкемізді алып, гүліміздің қақ ортасына ыстық клей арқылы жабыстырып қоятын боламыз. Өздеріңіздің қалаған түстен жасап алсаңыздар болады. Қазіргі таңда қара және ақ түстері, ашық қызыл түсі сәнге айналған. Оны органза матасынан да жасасаңыздар болады. Міне жіңішке лента, ұзын лентамызды гүліміздің артына ыстық клей арқылы фетрмен орналастыратын боламыз. Астындағы лентасын ұзынша қылып алу керек. Және лентаның ұшына сәндік үшін осындай моншақ жабыстырып қоятын боламыз. Міне бізде осындай әдемі мойынға тағатын чокер дайын болды. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратып, бөлісіп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.